Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай үй жағдайында жасалатын рулеттің рецептімен бөліскім келіп отыр. Балаларыңызға да, өздеріңізге де, қонақтарыңызға да ұнайтынына сөзсіз, сондықтан да видеоны соңына шейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Барлығын дайындайтын боламыз. Рулетті дайындау үшін бізге 3 жұмыртқа, ұн, сүт, сұйық май, қант керек. Осылай жұмыртқаның сарысынан ақуызын бөлек алып аламыз. Бір ыдысқа сарысын бөлек ыдысқа аламыз. Ыдыстарыңыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Миксердің де осы айналдыратын жері құрғақ болу керек. Темір әйтпесе осындай креміңіз шықпай қалады. Қараңыз, жақсылап тұрып, осындай ақ пена пайда болғанша араластыратын боламыз. Ыдысыңызды төңкерген кезде қараңыз, ешқандай да сырғымайды. Екінші ыдысымыздағы заттардың барлығын араластырып аламыз. Сұйық майды қосамыз, осы жұмыртқаның үстіне сүтімізді қосамыз, қантымызды барлығын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше ұнға осында 1,5 қасық разрыхитель қопсытқыш қостым, яғни жақсылап араластырып, 2 бөліп отырып, осылай араластырасыздар миксермен. Екінші ұнды да қосып, жақсылап қойланғанша араластырамыз. Жаңағы ақ осы кремімізді қосып, жақсылап осылай араластырасыздар. Осы видеодағыдай айналдыра отырып араластырамыз. Барлығы бір масса шығу керек. Сосын осында пергамент қағазымызға осы тестамызды құямыз. Жақсылап 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей, рулетіміз дайын тестасы. Енді осылай төңкеріп, осы қағазымызды алып тастаймыз. Алып тастап, үстінен осындай майлығымызды жауып, қараңыздар, орап қойып қоямыз. Бір 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Өзінің формасын ұстау керек. Қараңыз, осылай үстінен басқылап. Енді кремін дайындаймыз. Кремін өз қалауларыңызбен дайындасаңыз болады. Сливки жасасаңыздар да креммен болады. Мен осындай вареный сгущенкамен, үйде май бар етін, бөлме температурасында еріп тұрған екеуін араластырып, осындай крем жасап қойдым. Шоколад пен майымызды осындай буда жақсылап ертіп аламыз. Қазір бетіне форма келтіргенге керек. Осы кремнің барлығын тестаға жақсылап жағамыз, барлық жеріне жететіндей қылып. Кремді енді өз қалауларыңызбен жасай бересіздер. Қаймақ, джем, варенье болса да бола береді. Міндетті түрде қою болу керек, бірақ осылай орап, тығыздайсыздар қолымен ұстап. Міндетті түрде тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып алыңыздар. Кремі бәрі сіңіп, керемет болып шығады. Бетіне осы шоколадты осылай әрлеп жүргізіп өтеміз. Міндетті емес, бұның орнына сахарный пудра сепсеңізде де болады. Кокосовый стружки өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, немесе печеньеді езіп, бетіне сеуіп жүрсеңіздер, әдемі болып шығады. Дәл осында керемет дәмді рулетіміз дайын болды. Сіздерге де кеңес берем, бір жасағаннан керемет сәтті болып шығатын болады. Видео сіздерге ұнаған болса, керектеріңізге жаратыңыздар деп айтқым келеді. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің менің каналымның алдыға жылжуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.